Сәлем, сәлем! Көңіл күйлерің қалай? Керемет! Осындай көңіл күймен екінші сабақты да енді бастайық. Барлығымыз о деп екінші сабақ тыңдап отырайық. Бірінші сабақта біз регрессиясыз оқу туралы айтқан болатынбыз. Ол дегеніміз не еді? Яғни қайталамау. Артқа қарай қайтпаймыз, тек қана алдыға қарай жүре береміз. Осы жылдам оқу несінде кез келген жағдайда бізде не қажет? Бізге миымыздың жақсы жұмыс істегені қажет. Ми туралы қысқаша бір мәлімет беріп жіберейін. Ми негізінде 3 бөліктен тұрады екен. Мидың алдыңғы бөлігі неокортекс деп аталады, ортасындағы бөлігі лимбический мозг деп орысша айтатын болсақ, и соңында мозжечок, яғни ол мишық. Біздің дамуымызға, біздің ары қарай жетілуімізге, өсуімізге мына алдымыздағы неокортекс етеді екен, маңызды екен. Ал мишықта біздің сақтау қабілеті және әдеттеріміз, солардың барлығы мишықта сақталады. Біз бір нәрсені көп рет жасайтын болсақ, бір әрекетті көп рет жасайтын болсақ, көп рет осы үйреніп жатқан техникаларды, яғни машықтанатын болсақ, бұл біздің әдетімізге айналады. Яғни регрессиясыз оқуды көп рет, қаншалықты көп рет жаттығасың, соншалық әдетіңе айналады. Ол тек қана оқуда емес, өмірде де әрдайым күліп жүру, әрдайым көңіл күйіңді көтеріңкі ұстау, басқаларға жақсылық жасау деген сияқты. Солардың барлығы әдетке айналады. Ал әдетті ол мінезге айналады. Мінез барып ол сенің тағдырыңа айналады. Сондықтан қазірден бастап, егер еліміздің үлгілі, пайдалы елімізге азаматы мен азаматшылары болуларыңыз келсе, елімізге пайдаларыңызды келтіріңіз, қазірден бастап жақсы әдеттерді қалыптастыру керек. Қазірден бастап, осы жастан бастап жақсы әдеттерді қалыптастырсаң, ол кейін өзіңнің мінезіңе айналады, мінезің сенің тағдырыңа айналады. Екінші сабағымыздың тақырыбы интегралды алгоритм дейді. Кез келген мәтінді оқитын кезде осы 7 қадам бар, яғни белгілі бір алгоритм бар, яғни бір баспалдақтар бар. Сол баспалдақтар бойынша оқу керек. Енді біріншісі бізде кез келген мәтіннің тақырыбына мән беру керек. Тақырып жайдан жай қоя салмайды ғой, сол мәтінге қатысты, яғни осы мәтінді ашып тұратын нәрсе, яғни тақырып деген, сол тақырыбын оқу керек. Екінші бізде оның авторы кім екенін мән беруіміз керек. Ал үшінші баспасы, қай баспадан Атамұра баспасы ба, мысалы математика кітаптарына келетін болсақ, сол жөнінде жақсы білетін болсын, соны мысалға келтіріп жатырмын. Атамұра, мектеп деген кітаптарын шығатын баспасы, сондай баспаға мән беру керек. Соны оқу керек. Төртінші проблема. Бұл жерде қандай проблема туралы талқыламады. Әсіресе мен бұндай нәрселерді жаңағы мәселе есептерде сұраймын. Мәселе есептерден оқушылардан сұрайтыным, мына жерде енді қандай проблема болады, енді есеп деген шығару керек қой, бір мәселені шешу керек қой, түйінін. Бірінші сондықтан мәтінді оқығанда бұл жерде қандай проблема бар, қандай мәселе бар, соны анықтауымыз керек. Және бесінші фактілер бар ма? Ол фактілер деген мысалы нелер? Өзен көлдердің аттары, таулардың, қалалардың аттары, жаңағы цифрлармен берілген бір мәліметтер, жылдар ма, соларды фактілер дейді. Одан кейін алтыншы ерекшелік немесе критика. Бір осы жерден бір ерекше немесе критикасы бар ма осы жерде табылатын мәтіннен? Не айтуға болады ерекшеленіп тұрған, не нәрсе бар? Және жетінші, өзің үшін қандай жаңалық аштың бұл жерде, қандай жаңалық тапын, соны қарастырған кезде, егер сол нәрсемен жұмыс істеп оқитын болсақ, әдетке айналдыратын болсақ, сонда әнді тез оқи отырып, оның мағынасын да түсінеміз. Енді бірінші бізде не керек? Тақырып керек. Тақырыпты қоршаймыз, бір деп қоямыз. Тақырыбымыз қандай? Тасқа шыққан қызғалдақ. Екінші бізге авторы керек. Авторы қандай? Бейбіт Қойшыбаев. Қоршаймыз, 2 деп қоямыз. Осы блоктар бойынша қоршап, жазып тауып үйренетін болсақ, мәтінді түсініп оқитын боламыз. Ал келесі 3-ші сабақта кездескенше сау болыңыздар.